Қорқақ қоян. Ертеде орманда қайырымды қоян өмір сүріпті. Қоян кішкентай аңдарға көмектеседі екен. Аңдардың жоғалтқан заттарын тауып әкеліп береді екен. Себебі қоян иісшіл дыбысты жақсы сезеді екен. Барлық аңдар қоянды өте қатты жақсы көреді екен. Бір күні қоян орман ішінде жүгіре-жүгіре, секіре-секіре шаршап қалады. Ол өзінің қарны қатты ашқанын сезеді. Қолында дорбасын ұстап бақшаға кіреді. Қоян сәбіздің иісін тез сезеді, өйткені қоян сәбізді өте жақсы көретін еді. Қызыл сәбіздерді суырып, асықпай дорбасына салады. Осы кезде бақшаны суғарып жүрген бағбан қоянды байқап қалады. Ақырын сездіріп келіп қоянның дорбасына қап-қабат салып, өзі жасырынып қалады. Тықыр еткен дыбысты естіген қоян қорқып кетеді. Жан-жағына қарамай, қолына дорбасын алып орманға қаша жөнеледі. Осы күннен бастап ол қорқақ қоян атанып кетеді. Бәрінен күшті қорқақ көжек ертегісі. Бір күні қоян ұзақ серуендемек болады. Бірақ ол 3 қадам жасамай-ақ бұтаның арасынан бір сыбдырды естиді. Осы мені түлкі шығар аңдып жүрген деп қорқақ қоян зыта жөнеледі. Жүгіріп, демалайын деп бір тұмыршаққа отырғаны сол еді. Тағы да бұтаның арасынан сыбдырлаған дауыс шығады. Қасқыр емес пе екен мен аңдып жүрген деп үрейі қашып қоян тағы қаша жөнеледі. Ол жүгіріп, демалайын деп сәл дамылдайды. Неліктен мен сондай бақытсызбын? Менен ешкім қорықпайды. Мен болсам бәрінен қорқамын. Сорлы басым-ай, одан да бұл қайғыдан суға батып өлгенім артық қой, дейді ол қамығып. Сөйтіп ол өзенге жүгіріп кетсе, жағада бақа отыр екен. Сұр қоянды көре сала бақа есі шығып бақылдап суға секіріп кетеді. Оны көрген қоян таңдана өз-өзіне: мен осы несіне суға баттым? Менен де қорқатындар бар екен ғой деп райынан қайтып